Жетінші сыныпты бітірген жылы біздің ауылға бір ерекше бала келді. Аты Ербол. Әкесінің бауыры осы Нарынқолда тұрады екен. Ерекшелігі орысша таза сөйлейді. Гитараның құлағында ойнайды. Дауысы да өте жақсы. Кейде біз естімеген ақындардың өлеңдерін оқиды. Өзі біздің әулетке құда-бала болып келеді екен. Сондықтан алғашқы танысқаны да, кейін жақын досы да мен болып шыға келдім. Соншама өнерлі, ақылды болғанымен үнемі көздерінде мұң толып, көңілсіз жүретін. Өмірдің өзі ерте есеткені көп әрекетінен байқалып тұратын. Сол бала ауылда бір ай аунап, қунап болған соң үйіне қайтуға жиналды. Кетерінде маған қолқа салмасы бар ма? Біздің ауылға жүр деді. 10 шақты күн демалып қайтарсың. Қапшағайдың суы іргеде тулап жатыр. Суға түсеміз, балық ұстаймыз деді. Ойланып қалдым. Барғым-ақ келіп тұр. Каникул біткенше әлі 2 ай бар. Ерболға да үйреніп қалғандаймын. Үйдегілер алғашында қарсы болғанымен, ойланып, әкем келісім берді. Барсын деді. 2 қолын қалтаға салып, сенделіп жүргенше демалып қайтсын. Оның үстіне бөтен емес. Құдалар ғой, балаға дұрыс қарайтын шығар деп ойланып қалды. Сөйтіп Ерболдың ауылынан бір-ақ шықтым. Керемет, үйдің іргесінде теңіз шулайды. Алыстан кішігірім кемелер көрінеді. Ерболдың әкесі біз тұрғанда жұмысқа кетіп, үйде шешесі ғана қалды. Досым тұра салып терезенің алдында тұрған гүлдерге су құяды. Асықпай, баптап суарады. Кейде күбірлеп гүлдермен сөйлесіп жүргенін байқаймын. Ал шешесімен бірде-бір рет тілескенін көрген жоқпын. Міне гүлдерін суға қандырып, сырын ақтарып болып, маған ымдап жатыр. Кеттік көлге дегенді. Жүгіре шешініп көлге қойып кеттік. Әбден шаршағанда ғана жағалауға шығып ыстық құмға аунап жатырмыз. Ербол деймін, сен шешеңмен неге сөйлеспейсің? Ол кісі үндемеді. Ол менің шешем емес. Анам 2 жыл бұрын қайтыс болған. Әкем маған қарайды деп мына кісіні үйге кіргізген. Өгей шеше болды ғой. Кейде ол да анаңдай болып кетеді деуші еді. Жақсы болса, жағаласып нем бар деді. Үйге енгеннен анамнан қалған дүниелерді жоюдан бастады. Байқасаң үйде анамның бірде-бір суреті көрінбейді. Бәрін тығып тастады. Қалғаны анау гүлдер ғана. Анам гүлдерді өте жақсы көретін. Уақытының көбі соларды баптаумен өтетін. Үй гүлдерінің өз ерекшеліктері болатынын алғаш анамнан естіп едім. Шешем өмірден өтерінен 2 күн бұрын мені шақырып алып, маңдайымнан сипап, балам, ақылды бол, гүлдерімді қарай жүр дегенін ешқашан ұмыта алмаймын. Үйдегі гүлдер анамнан қалған жалғыз естелік қой мен үшін. Ербол аунап түсіп, бір уыс бұлт жоқ көгілдір аспанға қарап үнсіз жатты. Мен де мазаламадым. Гүлдермен күнде неге сырласатынын енді түсінгендеймін. Күндер осылай өтіп жатты. Ерболдың гүлдеріне су құйып, күбірлеп әңгіме айтатынына да көзім үйренді. Бір күні күн батқанша балық ұстап, кеш қайттық. Үйге кіре берісте досым аңырап қоя берді. Гүлдерімді құртыпты. Терезе жаққа қарағанмын. Обалай, таңертең жайнап тұрған гүлдер бүрісіп құлап жатыр. Айқайды естіп, түпкі бөлмеден өгей шеше шықты. Біреу өлгенде неге бақырасың деді сұрланып. Гүлдеріне тыңайтқыш сатып әкеліп сала қойып едім, қайдан білейін? Солды да қалды ғой. Ербол ештеңе демеді. Жылаған күйі далаға атып шықты. Артынан еріп келемін. Әдейі істеді. Анашым-ай, гүлдеріңе қарай алмадым. Сені сағынғанда гүлдеріңді иіскеп мауқымды басушы едім. Енді маған бұл үйде ештеңе жоқ. Кетемін. Жылап барады, сөйлеп барады. Менің де көзімнен жас парлап қоя бергені
Ертесі Ербол менімен бірге біздің ауылға қайтты. Үйіне қайтып оралған жоқ. Мектепті Нарынқолда бітірді. Сол досым кейін мединститутты бітіріп, елдегі ең білікті дәрігерлердің біріне айналды. Осы әңгімені жазып отырған пақырды да ажалдан арашалап қалғаны бар. Жуырда үйіне шақырды. Хан сарайындай кең бөлмелерін аралап жүргенмін. Көзім терезенің жақтауында тізіліп тұрған үй гүлдеріне түсті. Үлбіреген кіл әдемі гүлдер. Анамның аманаты ғой деді. Күнде таңертең өзім су құямын, кейде сырласып қоятын бар деді досым. Кешірші деймін, баяғы оқиға есіме түсіп. Өгей шешең бар ма? Ол кісі әкем өмірден өткен соң 3 күннен соң-ақ үйдегі бар жиған тергенін тиіп алып, бір күнде тайып тұрған. Шешемнен қалған ұсақ түйекке дейін іле кетті. Кейін мынау қалалық ауруханада бас дәрігер болып тұрғанымда шұғыл операция жасау керек болып жетіп барсам, өлім мен өмірдің арасында арпалысып өгей шешем жатыр. Сосын деймін, сосын не болды? Мені бірден танып жылап қоя берді. Өміріме қасірет сыйлаған, анамның әруағымен алысып, гүлдеріне у сеуіп өлтірген, онымен қоса менің де балалық шағымды өлтірген адамның өмірі менің қолымда тұрды. Сенесің бе, мен осы сәтті қаншама жыл күттім. Талай түн өгей шешемнің қиянатын ойлап қиналып шықтым. Бірақ 3 сағат бойы операцияны өзім жасап, оны өлімнен алып қалдым. Бас тартуға да болар еді. Дәтім жібермеді. Кейін қиыншылықта қайтыс болды деп естідім. Жалғыз қалған екен. Жаза шығар. Осыны айтып досым гүлдерін аялап сипай бастады. Кейбіріне күбірлеп сөйлеп қояды. Анасы есіне түскен шығар. Аманат қой.